Қайырлы таң. Қош келдіңіздер форумға. Бұл алдымен осы тақырыпты неге таңдағанымды айтайын. Мен жылдың басынан бері Астана қаласында орта мектеп оқушыларының арасында кибербуллинг мәселелеріне байланысты сауалнама жүргізіп жүргем. Сонда бір сауалнаманың ішінде бір сұрақ бар. Егер буллингқа ұшырасаңыздар, онда бұл туралы кімге айтасыздар деп. Сонда жауаптардың бірінде ата-анам болды, досым, ешкімге, мектеп психологы, мұғалімге болған. Енді сол жауаптардың ішінде ең көп жауап жинаған бұл ешкімге болды, сосын досыма болды. Ата-анама деп тек қана 5% ғана айтты. Бұл жағдай мені ойландырды да, мен сосын өзімнің сол сауалнаманың бірін ұлыма бермекші болдым. Сөйтіп ұлыма бердім де, ол тура сол сұраққа, кибербуллингқа ұшырасаңыз, кімге айтасыз дегенде, ол досыма деп жауап берді. Сосын мен оған айтам, сен білесің ғой, мен осы мәселе жөнінде зерттеу жүргізіп жүргенімді неге маған айтпайсың десем, онда ол айтады, негізгі біздің арамыздағы жастарға, оқушыларға кәсіби көмек емес, түсіну ғана қажет деп. Сосын мен ойлап көрдім, шынында да мен 16 минус аудиториясы туралы не білеміз, оларды түсінеміз ба деген сияқты, осы мәселе мені ойландырды. Сонымен 16 минус қазіргі жалпы бір буын қалыптасып келеді. Жалпы дүниетанымы интернеттегі жазбаларға, контентке байланысты қалыптасып келген. Мысалы, бұрын көбінесе бала жырлағанда қолына шылдырмақ немесе басқа бір зат берсе, қазір ата-аналар өздеріңізді жиі байқайсыздар, планшет немесе сотка береді. Балалар мүмкін құлақ, мұрын немесе басқа бір машина деген сөздерді айта алмауы мүмкін, бірақ олар міндетті түрде планшетті немесе сотканы қалай блоктан шығару керек екенін біледі. Демек, олардың бір дүниені қабылдау форматы басқа. Осы сауалнама жүргізгенде, негізгі бұл сауалнама керемет бір ауқымды сауалнама емес, негізі Астана қаласындағы 6 мектептің оқушылары қатысқан. Әр мектептен 13-16 жастағы балалардан жүргізген сауалнама. Сондықтан бұлардың жауаптарын жалпы қазақстандық барлық балаларға телемеймін. Негізі астаналық балалардың картинасы осы. Интернетте қанша уақытын өткізеді деген сұрақ қойылды. Соның ішінде енді 0 сағат дегенде болды, бірақ олардың жауаптары өте мардымсыз, енді аз болды. Негізгі 5-7 сағат өткізеді деген 61%. Біздер қазір ойлаймыз ғой, мектепте сотка ұстатқызбайды деген сияқты, бірақ кіші сыныптарға шында да сабақ кезінде қолдануға болмайды екенді, ал менің өзім көргенім бойынша сауалнама жүргізу барысында өзім мектептерге барғанда, сонда балалар сабақтың кезінде де соткасын пайдаланып отырды. Тіпті ең жақсы үлгерімі жоғары деген мектептердің өзінде бұл жағдай болды. Балалар уақытты интернетте өткізгенде көбісі әлеуметтік желілерді пайдаланады. Ондай интернеттен не оқиды деген сұрақ қойғанда, не оқиды емес, не көретін шығар. Көбінесе YouTube, ВК, Instagram, Одноклассники ішінде де бар екен. Мен сауалнама жүргізгенде, сонда Одноклассники деп те жауап беріпті, бірақ олардың нақты қандай контентке кіретінін білмедім. Фейсбукте де біздің балалар бар. Мысалы, менің өзімнің де балаларым Фейсбукқа тіркеліп қойыпты. Не үшін десем, барлық балалар тіркеліп жатыр дейді. Бірақ енді оларға тыйым салғаннан гөрі ойладым, одан гөрі өздері үйренсін, мүмкін қандай ақпарат алу керек, қандай ақпаратқа назар аудармау керек деген нәрсені ғана түсіндіру керек шығар деп. Сосын әртүрлі платформалардағы желілік ойындар, оның ішінде World of Tanks, Minecraft сияқты ойындар кіреді. Осы негізі YouTube-тегі контенттің көбісі ВК-дан да қаралады екен. Мысалы, «Что если» деген каналдар бар, ол жерде YouTube-тің каналдары көбінесе «Что если» деген видеолардың ішінде әртүрлі сұрақтар қойылады. Мысалы, егер музыка мүлдем болмаса не болар еді деген сияқты. Немесе бір контент бар, егер балалар үлкендерге қарсы соғыс ашса не болар еді деген сондай бір контент болды. Мен жетіп барып ашсам, ондай да қорқынышты емес екен, басталады. Мысалы, Альфонс II деген Испания королі, дүние жүзіндегі ең жас король болған екен, 1886 жылы. Ол 12 жасында Америкаға қарсы соғыс ашып, Коста-Рика, Филиппины сияқты аралдардан айырылып қалған деген сияқты. Сосын ары қарай басқа бір контентке кетеді. Өте қызық каналдар. Инстаграмда да сол контентті бөлісіп жалғастырады екен көбінесе. Негізгі, демек, біздің негізгі
контент ол ютубтен келетін контент, балалардың көбісі сол ютубтегі контентке қарайды. Енді ютубте қайсыны оқиды дегенге, қайсыны қарайды дегенге келетін болсақ, біздің негізгі оқушыларымыздың жауап бергендерін бойынша бестікті құрадым. Оның ішінде Иван Русской, яғни Иван Гай, олардың видеосы біздің балалардың арасында өте танымал. Ол түрлі 13-16 жастағы аудиторияның ішіндегі ең басты лидер болып саналады. Мен олардан сұрасам, біздің өзіміздің блогерлерді, мысалы Әлішер Елікбаевты білесіздер ма десем, олар білмейді. Тіпті Өркен Кенжебекті ешқандай да бір енді қызықты видеолар бар, бірақ біздің балаларымыз, аудиторияларымыз көрмейді екен 16 минут аудиториялар. PewDiePie, мен шын айтқанда өзімде бірнеше видеосын көрдім, бірақ түсінбедім неге танымал екен. Ол өзінің бір түрлі нәрселерді, бір өзінің дауысын қиқылжытып, түрлі енді форматта айтады. Тіпті оған дайындықтың да керек жоқ. Мысалы, басқалар анимацияны қолданатын болса, Иван Русской, мысалы, Иван Гай, олар барлығы видео анимацияны көп пайдаланады, комикстарды пайдаланып. Бірақ PewDiePie тек қана отырады да экранның алдында, бірақ балаларға сол қызық. Олардың оның дүниетанымы. Контент ағылшын тілінде айтпақшы. Сосын Максим Голополосов бар, 100-500 деген каналы. Ол балаларға емес, енді жалпы интернетте қандай бір қызықты контент болса, оған лайк немесе дизлайк басатын сияқты жақсы, жаман деген нәрсені ажыратып көрсетіп отырады. Яғни балалар өзі ой қорытпайды, оның дүниетаныммен, мысалы, бір мәселелерге қатысты ең хайп деген тақырыптарды сол каналдан көріп отырады. Юрий Маштаков бар, Фрост деген каналы. Ол несімен қызықты, ол түрлі ойындарда қалай ойнау керек екенін, қалай жеңу керек екенін айтады. Түрлі оның контенті өте қызықты. Сосын дүниедегі бір қызықты фактілерді тоже айтып отырады. Мысалы, әлемдегі сондай бір ең шағын қалалар деген сияқты. Сосын Юрий Янев, Сливки шоу, ол да телевизиядағы интернеттегі ең мықты жаңағы роликтерге, әншілерге, фильмдерге өзінің бағасын беріп, сондай бір контентті ұсынады. Енді біздің қазнеттегі өзіміздің қазақстандық влогерлерді алатын болсақ, Антон Бурников, Саспенс деген каналы бар, қарағандылық жігіт. Ол да танымдық контенттер ұсынады. Оның да контенті енді бірай қызық, бірақ біздің қазақстандық аудитория енді керемет көп қарайды деп айтпаймын. Аминка Витаминка жастардың арасында ұсынылатын контент. Негізгі контентті 3 жасар, 5 жасар 2 қыз, тағы да бір сіңілісі бар. Ол неше жаста екенін нақты білмедім, бірақ бұл контенттерде анасы мен енесі сияқты бір рөлдік ойындар ойнайды да, бірақ мен білмедім неге жастарға ұсынылатын контент екен, өйткені ол жерде контент үлкен кісілерге арналған, күлкілі, енді әзілдер енесімен көбінесе келіннің арасында қарым-қатынастар деген сияқты. Сондықтан да біздің мектептің оқушылары оны көп қармайтын сияқты, көбінесе үлкен балаларға арналған, кішкентай балалардың қолдарымен жасалған видео. Эдуард Кравченко, Our Video TV, біздің осы телевизиядағы шоуларды біздің ғана емес, жалпы әлемдегі тамаша бір шоуларды ұсынып, соларға бір шоу жасап отырады. Илья Разимовтікі өте қызық, Скелетик каналы. Бұлар более-менее енді кішкене сапалы видео жасайды, өйткені олар анимациялық жаңағындай құралдарды пайдалана отырады, мультипликациялық жаңа кадрларды қолданып, өздерінің басынан кешкендерін күні бойы, мысалы, не істеді, соларды видеосын ұсынып отырады. Ақылжан Алдрахимов, ол да қазақстандық семейлік бала, Алмаз Уалиев деген бала бар, ол қазақша видео контент жасайтын жалғыз бала екен. Енді негізі осы, бірақ біздің, мысалы, влогерлардың, жазушылардың санын алатын болсаңыз, миллионға жеткені бар, 1-2 миллион олар үшін ең жоғарғы шек. Ал жоғарыдағы видеолардың қарайтын болсаңыз, влогерлардың, олардікі 15 миллионнан, 20 миллионнан асып отырады аудиториясы. Негізгі проблемасы неге десем, сөйтсем, көбінесе бізде влогерлер көбінесе
жаңағы өзінің аудиториясын нақты маркетинг жасамайтын сияқты, мысалы мен қай аудиторияға ұсынамын деген сияқты жалпылама жасай береді. Ал біздің аудиторияға жас ерекшелігіне байланысты сондай бір бөлініс керек, сегменттеу керек. Мысалы YouTube-тың өзі осыдан бір 2 жыл бұрын осы контенттің көбін бұғаттай бастады. Жас балаларға, жас аудиторияға арналған контенттерді. Оның ішінде ешқандай зорлық, мысалы, контенті болмау керек. Мысалы, Свинка Пеппа деген мультфильмді білетін шығарсыздар барлығыңыз. Сонда бір кадр болады, сонда жаңағы Пеппа өзінің папасымен стоматологқа барады. Стоматологқа барғанда ол әкесінің түсін жұлған бір сол жерде бір не бар. Кадр болған, шында да мультканалда ондай кадр болды, бірақ олар алып тастап, өңдеп, сосын әкесі екеуі жай ғана сөйлескен сияқты болды. Ал кадрлар көбісі қалып қойды YouTube-те. Сол кадрды бұғаттап, жаңағыдай зорлық мүлдем болмау керек. Ол мүмкін тұз болмауы мүмкін. Сосын авторлық құқықтардың қорғалмауы, көбінесе бізде контенттердің көбісі біздің влогерлер айтып жатады, каналымды жауып тастады, мысалы оның ішінде жаңағы кино бойынша жүргізетін Ернар Бекенов та бар, ол да айтады, менің бүкіл контентім жоқ болып кетті. Көбінесе олар өйткені кинодан үзіктерді алады да, сөйтіп авторлық құқықтың қорғалмауын ол білмейді, өзінің контентті жаңағыдай бұзып тұрғанын. Сосын танымдық контенттер өте аз. Сосын бізде тұрақсыздық, бір видео жасай бастаса, ол бір айда нәтиже бермесе көбіне тастап кетеді. Сондықтан біздің YouTube-те біздің қазақстандық влогерлардың сәл ғана 2-3 видеосы, 5-6 видеосы ғана бар. Сондай бір каналдары, тастап кеткен каналдары өте көп. Бұл жерде жас ғалымдардың жасаған видеосы, көбінесе биолог, химик, IT мамандары да бар. Жарайды, онда өздеріңіз көріп аларсыздар, онда YouTube-тен Q100 деп қарасаңыздар, осы каналды, бірақ жазылушылары өте аз. Бірақ ішінде, мысалы, ГМО деген не? ГМО дегеннің өзін біз жүктелгенше енді айтайын. Қысқаша, балалардың тілімен өте бір танымдық нәрселерді айтады. Сондықтан да енді балаларыңызда не қарайтынын өзіңізді қадағалап жүріңіздер. Сосын осында да біздің аудиторияда бар шығар, мүмкін біздің қазақстандық жаңа нарық өте бос. Балаларға арналған контент жасауға сіздердің де мүмкін ықпалдарыңыз тиіп қалары жақсы контент жасауға. Болды, назарларыңызға рахмет. Позволяет напрямую внедряться в геном растения или животного и получить растение или животное с нужными нам качествами не через множество поколений, а почти сразу. Такие организмы называются трансгенными организмами. Захотим мы у кукурузы початок побольше? Пожалуйста. Вот генетический код. Мы отключили гены, ограничивающие рост самого початка, и вот на тебе початок побольше. В любом случае идея трансформации генов не нова. В 20-е годы прошлого столетия был... Сосын кеше мәселеде айтылып қалған еді, балаларға арналған контентті кішкене реттеу керек деген сияқты. Бізде Kindle, Ага деген іздеу жүйелері бар, балаларға арналған. Бірақ қазақ контенті ғана емес, орыс контентінде олар сүзгілемейді. Тек қана ағылшын тілді контентті балаларға ұсынып береді. Мысалы, балалар Google-дан емес, жаңағыдай Kindle-дан іздесе, сол жерде оларға арналған сұраныстары беріледі, бірақ фильтрация жасалады. Қай видеоны көруге болады. Мысалы, әйелдер деген видео сөзді енгізсе, енді Kindle-дан, ол жерден енді теория бойынша жаңағыдай кеше Молдияр айтқандай жаман контент берілмейтін еді, бізге жақсы контент берілетін еді. Сол жағын кішкене шешу керек болар мүмкін бізге де бұл проблеманы.